Шерхан сен қақтыр. Бота бергелі қайт деге қайтқан малда. Скоро что-то будет. Что-то? Не істерсің? айтайын ба? Айтшы, шындығыңды айтсаң. Сәл уақыт қылсаңдар айтамыз, Бота, шын неңді айтшы. Жоқ, осы күнге дейін Таиландқа бардық та біз. Бір жігітпен таныспайды да. Мені ойлаймын, қашқанмен танысын Таиландқа бардық. Мен екеуімен де сөйлестім да, екеуінен бірдеңке шығатын болғаннан кейін мен қосып қазір әрекет жасап отырмын ғой. В общем, Купидонның мен Қуршектің проектісі болып жатыр ғой, кәдімгідей бұлар екеуі кәдімгі тырысып жатыр ғой қосуға. Енді свидетель болып жатыр мына күнде кездестіріп бауыр бастырып жатыр. Ертең күні бірдеңке шыққан, отбасы қосылып қалуы мүмкін ба деген. Таиландта жүргенде неге жігіттермен таныспайсың деймін ғой Ботағаш. Сөйтсем таныспайды бұл ешкіммен, сөйтсем бұл қыз деген адал болып жүр ғой, короче. Адал. Жігітім бар түсесіне бар. Страшно, біздің отбасымызда да былтыр қаңтар оқиғасы болған. Одан кейін бірге тұрып отырмыз, так что сендердікі ақпан болып жатыр екен, енді барлығы орнына түсіп, барлығы дұрысталсын, енді тек қана жақсылық деймін. В общем, тілек бітті мая жағында. Конечно, қосылғандан дейміз ғой. Мына жақта мына екеуі қосылғашы отырмын. Передачада отқандаймын, шыннан қасын отырсам. Не рұқсат демей. Қосыламыз ба? Жыртық тестте күлтті. Бота мен бет ашпайды ғана. Сұршы бе, мен салайын. Бота семсің ба? Не істеватсың Бота? Музыка қоя сал осы жерге. Екеуі бірге қайтты, короче. Бота жақсы жаққа өзгеріп жатыр. Екеуі бірге кетті, қол ұстасып деп жазып қаламыз просто. Бақытты деп. Жәндерім бақытты болыңдар. Қосқашы. Неше күннен бері өздеріңіз білесіздер, Шерхан мен Ақботаны қосуға тырыстық, бірге неше күннен бері кездестіріп жүрдік. Бүгін караокеде достарымызбен жиналдық. Осы сәтті пайдалана келе, Ақбота мен Шерханды қосамыз деп шештік. Шерхан бүгін Ақботаға өзінің ұсынысын білдіретін болады. Неше күннен бері өздеріңіз білесіздер, Шерхан мен Ақботаны қосуға тырыстық, бірге неше күннен бері кездестіріп жүрдік. Бүгін караокеде достарымызбен жиналдық. Осы сәтті пайдалана келе, Ақбота мен Шерханды қосамыз деп шештік. Шерхан бүгін Ақботаға өзінің ұсынысын білдіретін болады. Ал Ақбота оны қарсы ала ма, қалай айтады, бізге де қызықты болып тұр. Ең бастысы мен де қобалжып тұрмын бұл жерде, бірақ біздің ниет Нұрка екеуміздің екеуі бақытты болып кеткенін қалаймыз. Шерхан келді, Ақбота випкада бізді күтіп отыр. Неше күннен бері жүгірдік, енді бүгін нәтижесін көреміз. Ақботаның кешірімін алу үшін арнайы міне бізге келіп тұр. Немен қобалжып отырмын кәдімгі. Қазір үйлейін деп жатқан барлық тәтек көзін жасап, өзінің мойнымен көтереді. Бота! Бір жыл өтті, главный шанс берді, я деген бар. Енді дальше Шерханға зависит. Она сказала да!